жұлын немесе ми зақымдалса, қалпына келмейді, өспейді. Яғни қазіргі зерттеулерге сай айтатын болсақ, қалпына келеді, бірақ өте жай қалпына келеді, өте жай көбейеді. Сол себептен көбеймейді деп те айтуға болады. Сондықтан мысалы омыртқасына зақым алған адамдар паралич болып қалады. Неге? Себебі омыртқада орналасатын жұлын, ол орталық жүйесі, ми сияқты, ол бұзылады. Бұзылғаннан кейін қозғалтқыш нейрондарға сигнал бермейді. Бана сезімтал нейрон, мысалы көзім көрді, қолым көтергім келеді, бірақ көз көріп тұр, миға сигнал береді, ми жұлынға береді, жұлын уже қолға сигнал бере алмай қалады. Сол үшін сен қозғала алмайсың, сол үшін сен сезе алмайсың. Қолда рецепторлар жұлынға сигнал береді, а жұлын сенде істемейді. Сол үшін сен сезбейсің қолмен. Ыстық тисе, салқын тисе, бір қатты зат тисе, сен оны сезбейсің. Паралич деген сол нәрсе. Яғни жұлынның зақымдалуы және ол қалпына келмеуі. Сол үшін омыртқамызды, миымызды абайлауымыз қажет. Яғни көбеймейді деген осы.